Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбы тауықтан шыққан балапан мықты ма, әлде инкубатордан шыққан балапан мықты ма? Сол туралы видео сіздерге айтатын боламыз. Қалай болатын видео сол туралы болмақ. Алдағы уақытта жақсы видеолар шығатын болады. Сол видеоларды жіберіп алмау үшін біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ал біздер видеоны бастаймыз. Жалпы енді алатын болсақ, инкубатордан шыққан балапанға күтім көп керек болады. Өйткені олардың қасында шешесі жоқ, олардың шешесі сіз өзіңіз боласыз. Бұлар инкубатордан шықты дейік. Инкубатордан балапан шығады. Оны светтің астына 10 күн, 20 күн светтің жылы жерде ұстайсыз. И содан кейін барып бұларға уже манағыдай пробка жасайсыз, дәрілерін бересіз, жемін бересіз, өзіңіз бәрін қадағалайсыз бұлар өсіп кеткенше. Өскенде өзі жем тапқанша сіздер бұларды өсіресіздер. Апашка, құттай сабыр сақтайлыш, видео түсіріп жатыр едім. Мынау жұмыртқа туып жатыр, анау жұмыртқа туып жатыр, мынау бақырып жатыр. Құттай сабыр сақтай тұрыңыз, анаң тұрсын ғана, дакан сияқты ғой да. Әтештің тек бойы құтақандай болмаса, былай даканның тұрсын ғана қараш, тұрсын қараш. Тұрсын ғыр, даканның тұрсы сияқты да. Чотам деп тұр ғой. Әтеш әкеліп төлестіріп қора көреді. Қалай төлесетін. Так, видеодан ауытқымайық. Енді айтатын болсақ, мысалы мына балапанға сіз өзі жем тапқанша бұған сіз өзіңіз көмектесесіз. Тауықтың балапаны болса, оған тауықтың өзі жемін, суын барлығын өзі тауып береді. Мысалы, қалай айтсам еді, тауықтан шыққан балапан, оған свет қоспайсыз, оған мынандай старт жем бермейсіз, рост бермейсіз, пробка жасамайсыз. Өйткені оның барлығын тауықтың өзі даладан, жерден тауып, балапандарына барлығын тауып, балапандарын өсіріп береді. Сіз тек қана бұларға тауықтарына уақытында жем суын берсеңіз болды, арғаратай тауықтың өзі жетілдіріп алып кетеді. Ал инкубатордан шыққан балапанға сіз бұлар өзінің жемге түсіп, өздері жемін тауып жегенше сіз бұларға қамқор көрсетесіз. Сол себепті өздеріңіз ойлап қараңыздар, енді инкубатордан шыққан балапан мықты бола ма, или болмаса тауықтың астынан шыққан балапан мықты бола ма? Жалпы негізінде тауықтың инкубатордан шыққан балапанға өзіңіз жақсылап тұрып, мықты қылып қарайтын болсаңыз, витаминін беріп, олар да мықты болады. Бірақ та алай дегенмен тауықтан шыққан балапан витаминсіз, дымсыз тауықтың өзінің тауып берген жемімен өскен балапан, о да тоже мықты. Ол енді инкубатордан шыққан балапанға қарағанда ол мықтырақ келеді. Мысалы айтқанда енді былай ғой, адам салыстырған кезде ауылда, қырда, далада өскен атқа мініп, қой көтеріп, сиыр малдарын сойып мешеп жүрген балалар қаланың балдарына қарағанда мықтырақ келеді. Ал қаланың балдары компьютерде отырып қалған, көшеге шықпаған, темекі шегіп ішіп қалған балаларда мысалы қарағанда әлі болмайды. Сол себепті бұл жерде де сондай деп есептесек те болады. Өйткені тауықтың өзі балапандарын кәдімгі жемін қалай тауып жеу керек, жыртқыштардан қалай қорғану керек, соның барлығын үйретеді. Ал сіз инкубатордан шыққан нелерге, тауықтың балапандарына не тауықпен сөйлесе алмайсыз, не балапанмен сөйлесе алмайсыз, оларға ешқандай ештеңе сіз үйрете алмайсыз. Тек қана олардың өзінің жемін тауып жегенше тек өсіріп, көбейтіп, әлдендіріп жібересіз. Болды. Басқа ештеңе жасамайсыз. Сол себепті сіздерге сұрақ: тауықтан шыққан балапан мықты бола ма, или болмаса инкубатордан шыққан балапан мықты бола ма? Комментария қалдырып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізден YouTube каналымызға шығатын пайдалы ақпараттарын көре алмай қалып, айырылып қалмау үшін біздің арнаға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видео тауықтың жұмыртқа тууына қалай көмектессек болады, және тауық бағып қанша ақша табуға болады. Инкубационный жұмыртқа сатқан дұрыс па, или болмаса былайынан күнделікті жеуге жұмыртқа сатқан дұрыс па, сол туралы видеоны сіздерге айтатын боламын. Или породисті ұстаған дұрыс па, или домашний тауық ұстаған дұрыс па, тоже оны да видеоға түсіріп салатын боламыз. Әр аптасына болсын, или әр күнге, или 1-2 күн салып, күнде видео шығып отыратын болады. Сағат 8:00-де біздің арнамен бірге болыңыздар.
Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.